Соңғы жылдары ауаны ластану проблемасы дүние жүзін алаңдатып отырған өзекті мәселеге айнала бастады. Қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан қаласы да ауасы лас қалалардың қатарында. Ал сол лас ауаны тазарту үшін қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Нұр-Сұлтан қаласының ауаны ластану көрсеткіші қауіпті деңгейде. Экологтар осылай деп бағалап отыр. Олардың айтуынша метеорологиялық ахуал да нашар. Қолайсыз ауа райы, жылу қазандықтары және көлік шығаратын зиянды заттардың мөлшері ұлғайған. Салдарынан қаланы қою түтін тұмшаланып тұрады. 70% здесь пар. Когда температура воздуха высокая, значит атмосферная, пара не видно. А когда температура воздуха низкая, от него будет пар идти. Парниковый эффект, он возникает за счет разности температур, отрицательных и положительных. Түтін ентігу және тыныс алуды тоқтатады. Ұйқысыздық, бас ауыру және жөтелді алып келуі мүмкін. Ашымхан Антина, арнайы Евразия ұлттық университеті үшін.